Қабырғасы А плюс Б болатын текшенің көлемін қалай есептеуге болады? Ол үшін көлемді табу формуласын пайдаланып, екі мүшенің қосындысының кубын есептейік. Өрнек мүшелерінің орнын ауыстырып, жақшаларды ашып көбейтейік. Енді қосындының квадратына арналған формуланы қолданайық. Нәтижесінде, екі өрнектің қосындысының кубын есептейтін формуланы қорытып шығардық. Отыз екінің кубын есептейік. Оңай есептеу үшін, екі өрнек қосындысының кубына арналған формуланы қолдануға болады. Ол үшін 32 санын 30 және 2 сандарының қосындысы ретінде жазу керек. Формулаға сәйкес 32-нің кубы 32768-ге тең. 38-дің кубын есептегенде, өрнек айырмасының кубына арналған формуланы қолдануға болады. Бұл санды 40 пен 2-нің айырмасы түрінде жазамыз. Себебі бұл сандарды кубқа келтіру әлде қайда жеңіл. Екі өрнектің айырмасы кубының формуласы. Сонымен 38-дің кубы 54872-ге тең.